Мен Турцияда Малдив аралдарына демалайын деп едім, бірақ мошенниктер бұл салада да жұмыс істейді екен. Сіздерге саяхатқа шығарда алаяқтардан сақтану жолдарын айтайын. Видеоны биыл баратын досыңызға бөлісіңіз. Біріншіден, қатты арзан дегенді көрсеңіз дей салыңыз. Билеттер салыстырмалы түрде өзге турлардан тым арзан болса, күмәнмен қарау керек. Осындай жағдайға алданбас үшін не істеу керек екеніне. Подсказка берейін ба, подсказка? Үнемі туристік агенттердің жіберген билет нөмірін ресми әуе компанияларының сайтынан қарап көру қажет. Кезінде мен де алданып қалдым сендерге. Екіншіден, кез келген туркомпанияның туркодын тексеру керек. Себебі алаяқтар деп алдай береді. Туркодты туристік қамқор сайтынан қарауға болады. Өзіңіз бұрын байланыс жасамаған туркомпаниямен онлайн келісімшарт жасамаңыз, ақша аудармаңыз. Әйтпесе алданып қалсаңыз, шотыңызда небәрі 10 теңге. қалады. Үшіншіден, егер туркомпаниялар төлем жасауға жеке адамның шотын жіберсе, Не үшін мен оны төлеуім керек? деп бас тартыңыз. Ешқашан жеке шотқа ақша жібермеңіз. Ресми турлар негізінен ИП-дан немесе компанияның атынан шот жібереді. Төлемнен соң фискалды түбіртек талап етіңіз. Мен саған гарантия берем. Алаяқтар чек беруден қашады. Төртіншіден, екі жақтылық келісімшарт жасалуына мән беріңіз. Онда сіздің құқықтарыңыз, міндеттеріңіз нақты жазылу керек. Толық оқығаннан соң ғана Қол қойыңыз. Бесіншіден, туристік агенттіктердің әлеуметтік желілердегі парақшалары мен жеке сайттарынан сапасын қараңыз. Байланыс жасарда Асықпаңдаршы! Тугис немесе өзге де карта сервистері арқылы компанияны іздеп, ондағы пікірлерге назар аударыңыз. Саяхат барысында алаяққа тап болған кезіңіз болды ма? Пікірге жаза кетіңіз.